Медициналық пневматикалық жақтауды салу іс-әрекет алгоритмі. Бізге керекті құрал-жабдықтарды ең алдымен дайындап аламыз. Бізге медициналық пневматикалық жақтаудың жиынтығы, қолды өңдеуге арналған антисептикалық ерітінді, бір рет қолданылатын қолғап және алдын ала дайындалған 50% 2 мл анальгин ерітіндісі қажет болады. Медициналық пневматикалық жақтаудың көрсетілімдері: аяқ қолдың жарақаттары, сынықтары кезінде қолданамыз. Қолымызды өңдеп, стерилді қолғабымызды киіп, залалсыздандырылған антисептикалық ерітіндімен өңдеп аламыз қолымызды. Науқасты тыныштандырамыз. Тынышталыңыз. Қазір манипуляция барысын түсіндіретін боламыз сізге. Сізге медициналық пневматикалық жақтау салатын боламыз. Ең алдымен науқастың бұлшық етіне 50% 2 мл анальгин ерітіндісін енгізетін боламыз, ауырсынуды басу үшін. Жарақат аймағын тексереміз. Сынған және шығып кетулердің бар жоқтығын тексеріп аламыз. Орта физиологиялық жағдай береміз. Медициналық пневматикалық құрсауымызды ашамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің құрсауымыз 3 яшықтан тұрады, және бізде ауа үрлейтін баллоннан тұрады. Бізге керегі қазір мына ненің зақымдануы, бізде балтыр сүйектің зақымдануы. Балтыр сүйек зақымданған кезде біз мына яшықтағы құрсауды аламыз. Яғни аяқ ұштарына қоятын құрсауды алып, сырмасын ашып аламыз. Зақымданған аяқ бөлігіне ақырын орналастырамыз. Сырмасын жабамыз. Жел үрлейтін түтікшенің клапанын сағат тілімен бұрап ашамыз. Осы жерде жел үрлейтін бізде баллонымызды енгіземіз және құрсауымыз тығыз болғанша ауа үрлейміз. 40-45 мм сынап бағанасы бойынша ауа үрлеп, құрсаудың үшін ауаға толтырамыз. Осылай құрсауымыз ауаға толғаннан кейін, тығыз болғаннан кейін біз ауа өткізетін клапанды сағат тілімен бұрап, жауып бекітеміз. Біз осылай уақытша иммобилизация жасап, ауруханаға қауіпсіз тасымалдауымыз қажет.